Лина Арифулина ұйымдастырған балалар караоке байқауы Алматыда жаңа қатысушылар үшін тағы да жалғасын тапты. Үміткерлер өткен жолғы іріктеу сынындағыдай лайв бэндтің сүйемелдеуімен өздерінің сүйікті әндерін орындады. Бұл жолы жас жұлдыздардың өнері нағыз полиглоттар шоуына айналғандай. Себебі бүлдіршіндер қазақ, орыс, ағылшын, тіпті француз тілдерінде ән салды. Тілдерді меңгеру жақсы әрине, алайда үлкен сахна, вокал, харизма және талант деген қасиеттерді талап етеді. Байқау төрешілері қатысушылардың бәрі бірдей сол талапты орындай алған жоқ дегенді айтады. Дети очень сильно переживали. Әрине, балалар қатты қобалжыды, ашылып өнер көрсете алмады. Одан кейінгі айтарым, қанша дегенмен бүлдіршіндер балаларға арналған әндерді орындаса жақсы болар еді. Сонда олар емін-еркін шынайы өнер көрсетер ме еді деп ойлаймын. Әділқазылар алқасының құрамында болған әнші Кенталдың ойынша, ол бұл жолы даусы мықты қатысушыны көре алмапты. Бірақ балаларда бәрі алда дейді. Ну, знаете, я не скажу, что... Білесіздер ме, бүгін мықты вокалисті көрдім деп айта алмаймын. Оларға әлі де дайындалу керек сияқты. Сонда ғана бәрі ойдағыдай болады деп сенем. Балаларға сәттілік тілеймін. Сонымен финалға келесі қатысушылар өтті. Жоғарғы топтан Этта Джеймстің әйгілі At Last атты композициясын орындаған Алина Алиева жеңіс үшін сайысқа түспек. Я очень люблю эту песню. Мен сол әнді өте қатты ұнатамын. Ол сүйікті әндерімнің бірі. Сол композицияны Бейонстың орындауында тыңдаған қатты ұнайды. Мен де аталмыш композицияны дұрыс таңдаған сияқтымын. Әнді тыңдарманға жеткізе алдым деп ойлаймын. Ал 9 жасар Дарина Мағауина әділқазыларды тек вокалымен ғана емес, өзінің керемет биімен де тәнті етті. 12 жастағы Жанель Амангельдинаға төрешілер тағы бір мүмкіндік берді. Жас әнші келесі жолы кәсіби төрешілерді немен таңғалдыру керектігін біледі. В следующем своем выступлении Келесі жолы эмоция мен вокалдық қабілеттеріме көбірек көңіл бөлмекшімін. Мүмкін басқа ән таңдайтын шығармын. Сонымен қатар Астана қаласында да Лина Арифулина ұйымдастырып отырған балалар караоке байқауындағы жаңа финалистердің есімдері белгілі болды. Төменгі топта We Will Rock You әнімен Айша Алмат жеңіске жетті. Ал жасөспірімдер арасында Глеб Лысенко үздік атанды. Ол AC/DC тобының Highway to Hell атты әнін орындап басқа қатысушыларды шаң қаптырып кетті. Ал 9 жасар Сұлтанғали Қаби мен 10 жастағы Арина Лысенко 29 мамырда өтетін астаналық финалда бақтарын сынап көретін болады. Естеріңізге сала кетсек, жоғарғы топтың жеңімпазы басты сыйлыққа, яғни жеке ән жаздыру мүмкіндігіне ие болмақ. Ал төменгі топ жеңімпазы Аялаған Астана атты музыкалық телевизиялық балалар байқауында өнер